Баршаңызға сәлем. Сіздермен компьютермен жұмыс ету арнасы және де мен қайтып берген жадыра. Бүгінгі видеода осындай ерекше слайдтың жасау жолын үйренетін боламыз. Егер де қызық болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Әзірге каналға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіздер. Жұмысымызды бастайық. Мышканың оң жағын басамыз, формат фона дегенге барамыз. Сплошная заливканы таңдаймыз. Осы жерде мына батырма арқылы керек түсті таңдаймыз. Мен қара түсті таңдадым. Енді вставка оның ішіне фигураға барып, дөңгелек фигураны таңдаймыз да, видеодағыдай етіп сызып аламыз. Осы фигураның үстінен мышканың оң жағын басамыз, формат фигуры, сплошная заливка және де осы батырма арқылы керек түсті таңдаймыз. Мен қара түсті таңдадым. Копировать етіп, вставить етеміз де, дәл осыны астыңғы жағына қоямыз. Одан кейін осы фигураның үстінен екі рет шертіп, жоғарыда формат фигураға барамыз. Сол жерден контур фигуры дегеннен нет контур дегенді белгілейміз. Және төменде орналасқан фигураның да контурын алып тастаймыз. Одан кейін вставка, оның ішінде рисунки дегенге барып, керекті суреттердің барлығын осы жерге жүктеп аламыз. Бізге экранда осылай кішірейтіп қойып жұмыс жасаған өте ыңғайлы болады. Енді суреттерді қойып алайық. Суретті қойғаннан кейін осылай примерно размерін келтіріп аламыз да, экранды үлкейтіп қараймыз. Сонда бізге мынау сурет төртбұрышты болып шығып тұр. Сол үшін үстіңгі және астыңғы жақта тұрған екі фигураны да мышканың оң жағын басу арқылы на передний план дегенді басамыз да, суреттің үстіңгі жағына осы екі фигураны шығарып жібереміз. Сол кезде бізге осындай болып кішкене ерекшеленіп шығып көрсетеді. Осы суреттің размерін келтіріп алғаннан кейін келесі суреттерді вставить етіп қоямыз да, барлығының көлемін бірдей етіп қоямыз. Енді вставка word art дегенге барып, осы жерден кез келген біреуін таңдап, әр суреттің атауын жазып кетеміз. Бұл жерге ең бірінші суреттің атауы оқжетпесті жазамын да, жоғарыдағы заливка текста деген жерден осы сөздің түсін аққа ауыстырамын да, сол оқжетпестің суретінің үстіңгі жағына қарай ысырып қоямын. Одан кейін сол жақтағы бір деп тұрған слайдтың үстінен мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегені басамыз да, екінші слайдпен жұмыс жасайтын боламыз. Енді екінші слайдқа көшейік. Жаңа оқжетпес деген жазуды әкелеміз де дәл ортаға қоямыз. Одан кейін экранда кішірейтіп аламыз. Тігіл кнопкасын басып отырып, барлық суретті мышканың сол жағын басу арқылы белгілеп аламыз да, бірінші суретті мына қара фонның дәл ортасына әкеліп қоямыз. Одан кейін міндетті түрде экранды үлкейтіп отырып қараймыз, қисайып кетсе міндетті түрде түзетеміз. Тағы да слайд бетін дублировать слайд деп көшіріп аламыз. Одан кейін үшінші слайдқа барамыз да, дәл жаңағыдай барлық суретті белгілеп алып, енді екінші суретті ортаға келіп қоямыз. Мұнда оқжетпес жазуын медеуде өзгертеміз. Но жанындағы суреттер бұның дәл қасынан көрініп тұрмауы қажет. Сол үшін әр суреттің үстін жеке-жеке басу арқылы осылай кішкене шетке қарай ысырып қоямыз. Сурет дәл жаңағыдай төртбұрышты болып шығып кетіп жатса, онда барлық суретті белгілеп алып, на задний план деп те жасауға болады, немесе осылай фигураның үстінен на передний план деп белгілесеңіз болады. Дәл менікіндей, фигураны на передний план деген кезде, жазу артқа қарай шығып кетіп жатса, онда жазуды басқа шетке ысыра тұрып, содан кейін ғана фигураны на передний план деп, соның үстінен осы жазуды апарып қоясыз. Жазу тағы да көрінбей жатса, оның да мышканың оң жағын басып, үстінен на передний план деп алып, соның үстінен апарып қойсаңыз болады. Бізге өткені жазу міндетті түрде көрініп тұру керек. Енді тағы да үшінші слайдтың үстінен барамыз да, мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дейміз де, дәл осында етіп, тағы да суреттерді жылжытамыз, бірақ басқа жаққа емес, дәл осы сызықтың бойымен жылжытатын боламыз. Келесі слайд беттерінде де жасалатын жұмыс дәл осындай болғандықтан, мен осылай тез көрсетіп жатырмын. Дәл қазір сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, онда лайк басып, міндетті түрде пікір қалдыра кетсеңіздер, және де каналға тіркеліп, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Осы секілді креативті слайдтардың жасау жолын үйренгіңіз келсе, менің алдыңғы практикалық жұмыстарымды көрсеңіз болады, және де алдағы уақытта осындай практикалық жұмыстар шығып отырады. Міндетті түрде колокольчикті басыңыздар.
Ал егерде алдыңғы жасалған практикалық жұмыстарды көргіңіз келсе, онда описание бөлімінде жазылған PowerPoint деп аталатын плейлисттің сілтемесінің үстінен бассаңыз жеткілікті. Егерде сіз педагог маманы болсаңыз, жалпы қандай маман иесі болсаңыз да, студент тіпті оқушы болсаңыз да, сіздерге креативті слайд жасауды міндетті түрде үйреніп алу қажет. Сол үшін менімен бірге цифрлық сауаттылығыңызды арттырыңыз.